Hello, children. How is it going? Now let's start today's new lesson, checkpoints 8. Қайырлы күн, балалар. Бүгін біз 8-ші модульді қайталайтын сұрақтарға жауап беретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Exercise 1, read and number. Оқимыз және сәйкестендіреміз. Бізде жоғарғы жағында сөздер берілген, яғни 8-ші модульде өтілген жаңа сөздер берілген, және төменгі жағында суреттер берілген. Сол суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп шығамыз. Сіздерге мен дұрыс нұсқасын қалдырдым. Өздеріңіз сәйкестендіріп, сосын тексеріп алсаңыздар болады, балалар. Енді келесі жаттығуға қараймыз. Келесі жаттығу exercise to look and write дейді. Яғни қараймыз және жазамыз. Бізде суреттер берілген, сол суреттердің ағылшынша атауларын жазып шығуымыз керек. For example, the zero fridge, яғни 0-ші суретте бізде тоңазытқыш берілген. Сол сияқты қалған суреттерде ағылшынша атауларын тауып шығамыз, балалар. Next exercise 3, read and take. Оқимыз және дұрыс нұсқасын белгілейміз. Галочка қою арқылы белгілейміз дейді, балалар. His dad drives a new black car. His dad drives a black new car. Яғни дұрыс нұсқасының қасында бізде галочка тұр, балалар. Осы қан сүйене отырып, қарай отырып, сіздерді дәптерге жазып алсаңыздар болады, балалар. Next, last exercise 4, read and answer. Оқимыз және сұрақтарға жауап береміз. Бізге қысқаша мәлімет берілген, inventor, invention, year, made of, used for деген секілді. Осы мәліметтерге сүйене отырып, астындағы сұрақтарға жауап береміз. Яғни inventor деген ойлап табушы, invention яғни ойлап табылған зат, шығарылған зат, year, made of, оны білеміз, яғни жылы, қай жылы ойлап табылды, неден жасалды, не үшін пайдаланылады деген секілді осы сұрақтар берілген, соған жауапты толықтырып жазуымыз керек. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, балалар. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.